Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәтемнің рецебі бойынша құрамына ешқандай да жұмыртқа, сүт қосылмайтын бюджетный булочкалардың рецептісімен бөлісетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен өлшенген салқын суымызға алдын ала өлшеніп дайындалып тұрған қантымызды қосамыз. Одан кейін осы тұзымызды да осылай өлшеп қосатын боламыз. Негізі әр ақсқана ханшайымының үйінде осындай бір кішкентай таразы болғаны дұрыс. Егер де барлығын сіздер өлшеп қосатын болсаңыздар, сіздерде бір жасағаннан міндетті түрде шығады болады. Одан кейін осындай сұйық майымызды қосамыз. Барлығын осылай өлшеп аламыз. Бұл жерде менің тәтем жасап жатыр. Маған өте ұнағаннан кейін осы булочканың рецебті сіздерге түсіріп алайын деп шештім. Одан кейін өлшенген живой дрожж дейді ғой, сондай дрожж қосамыз. Андай сухой дрожж болмайды. Живой дрожжды қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан кейін өлшеніп дайындалған еліктен өткізілген ұнымыздың үстінен құйып, қолымызбен қамыр илейміз. Заказға осындай выпечкалар дайындайтын ханымдар үшін өте бюджетный булочкалардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осылай илей отыра. Және де достар, сіздерге айта кетейін, біз осы судың ішіне, сұйық массаның ішіне сары майды қосуымыз керек болған, бөлме температурасында тұрған. Оны біз қосуды ұмытып кетіппіз. Сондықтан осылай қамырды илеп жатқаннан кейін кішкене басы бірігіп қалған кезде қосып жібердік. Жалпы негізі суға қосқан дұрыс, ал егер ұмытып кетіп жатсаңыздар, осылай да қосуға болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы мына маймен қамырымыз бір келкі араласу керек. Бір келкі араласқанша осылай жақсылап тұрып қолымызбен илейтін боламыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін барлығын описание бөліміне видеосына қалдырып кететін боламын. Сол құрам бойынша жасаңыздар. Міне осылай әдемілеп тұрып басып аласыздар. Енді осының үстінен салафан қалташаларын жауып, жылы жерде көтерілгенше қалдырасыздар. Егер кішкене салқынақ жер болса, үстін жауып қойыңыздар міндетті түрде. Міне осылай әп-әдемі болып көтеріліп шығады. Енді осыларды кішірек қылып істейтін болсаңыздар, 40 граммнан, кішкене үлкенірек болсаңыз десеңіздер, 80 граммнан осындай күлшелеп бөліп дайындап аласыздар. Барлығы осылай. Жалпы негізі бірден противенге орналастырған дұрыс. Противенге орналастырып, егер де біз сияқты осындай ватрушка сияқты жасайтын болсаңыздар, бірден противенге орналастырып шығыңыздар. Міне осылай көтеріліп тұрғаннан кейін ортасын басын қарайсыздар да, ортасына кез келген салма салуға болады. Біз салмасына алма повидласын жасадық, орнына сүзбе қолдансаңыздар да болады. Және үстіне жұмыртқа жағып, қалауларыңыз бойынша осындай қант, ұн, сары майдан посыпка жасап себуге болады. Қызып тұрған 200 градус пеште қызарғанша пісіріп аласыздар. Осымен біздің булочкаларымыз дайын. Өте бюджетный булочкалар десем болады. Есесіне жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.